Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Осы каналда мен сіздерге зейнетақы бойынша ақпаратпен бөлісіп отырамын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. 2022 жылы 36 айлық табысты көрсетіп үлгеру тиімді ме деген сұраққа жауап беремін. Бұл жеке кәсіпкерлерге қатысты ақпарат. 2022 жылы қазан, қараша, желтоқсан айларында сіздерге табысты көрсетіп үлгеру өте тиімді уақыт болып табылады. Себебі 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық табысынан босатылатын мерзім аяқталады. Енді егов сайтына кіріп оқитын болсақ, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 3 жыл мерзімге кәсіпкерлік субъектілер тексеруге мораторий күшіне енді. Сондай-ақ осы кезеңде салық төлеушілердің жекеленген санаттары салық төлеуден босатылады делінген. Сол себепті жеке кәсіпкерлер иелері үшін 2022 жылдың қазан, қараша, желтоқсан айлары табыстарын көрсетіп алуға өте тиімді уақыт болып табылады. Және бұл 2022, 2023, 24, 25 жылдары зейнетке шығатын кісілерге өте пайдалы ақпарат болып табылады. Егер сіздер 2022, 23, 24, 25 жылдары зейнетке шығатын болсаңыздар, осы уақытты тиімді пайдаланып қалу өте маңызды болып табылады. Енді 36 айлық табыс ретінде шамамен қанша сума болу керек екенін айта кетейін. 2023 жылғы көрсеткіш бойынша шамамен 6 миллион 831 мың теңге. 2024 жыл үшін 7 миллион 172 мың 550 теңге. 2025 жыл үшін 7 миллион 531 мың 178 теңгені құрайды. Бұл жобамен алынған көрсеткіш болып табылады. 23, 2024, 25 жылдары зейнетке шығатын жеке кәсіпкер иелеріне қатысты ақпарат болып табылады. Біз білеміз, 36 айлық табыс көрсеткіші бізге ынтымақты зейнетақы үшін ең маңызды көрсеткіш болып табылады. Себебі ынтымақты зейнетақы дегеніміз ол госбюджеттен беріледі, және бұл 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі және 36 айлық табыс көрсеткішіне тең болатын зейнетақы түрі болып табылады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.